Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін кез келген дастарханға сән беретін себет нан дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су, ашытқы және тұз бен шекер қажет. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң оған ұнымыз бен жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолымызға жабыспас үшін оған сұйық май құйып, жақсылап илеп, жылы жерге бетін жауып, көтерілуге қалдырамыз. Себетіміздің формасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фольга қажет және ыстыққа шыдамды ыдыс. Бұл жерде менде шыны ыдыс. Видеода көрсетілгендей фольгамен орап шығамыз. Нанымыз көтерілген соң, оның кішкентай бөлігін алып, 2 мм-дей қалыңдықта жайып шығамыз. Дайын болған қамырымызды ұзындығына қарай кесіп шығамыз. Ендігі кезекте себетімізді жинаймыз. Видеода көрсетілгендей кесілген қамырларымызды қойып шығамыз. Енді себетімізді өріп шығамыз. Видеода көрсетілгендей қамырды бірінің үстінен, бірінің астынан алып, айналдыра тоқып шығамыз. Себетімізді көп үстіп алу үшін 10-15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Әрмен қарай жұмыртқаның сарысымен жағып, қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіріп аламыз. Ендігі кезекте себетіміздің ұстағышын дайындаймыз. Ол үшін қамырды ұзынша етіп турап, видеода көрсетілгендей өріп шығамыз. Біздің себетіміз қызарып пісіп шықты. Енді оны шыны ыдысынан босатып аламыз. Шыны ыдысты қайтадан фольгамен орап, оның үстінен ұстағышымызды орналастырамыз. Себетімізге салатын күлше нандар дайындаймыз. Алдымен қамырды осылай домалақтап алып, ортасын басып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп шығуды ұмытпаймыз. Бауырсақтарымыздың қамырын жайып, дөңгелек формада кесіп шығамыз. Қызып тұрған майда бауырсақтарымызды екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Енді себетімізді жинаймыз. Дөңгелек каркасымызды себетімізге үшін ағаш таяқшалармен біріктіріп аламыз. Ұстағыштың да ағаш таяқшаларының көмегімен біріктіріп аламыз. Біздің себетіміз дайын. Енді оның ішін бауырсақтар мен мини багет және де күлше нандарымызбен толықтырып шығамыз. Кез келген дастарханның сәнін беретін біздің себет нанымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арайлым.